Ассалаумалейкум баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай әдемі, көрнекті, әрі өте оңай, әрі тез дайындалатын тағамның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Үйдегілеріңізді, қонақтарыңызды осындай әдемі, көрнекті тағаммен қуантқыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар, менімен бірге жасаңыздар. Біздерді бұл тағамды жасау үшін біздерге 1 кг картошка, 2 дана жұмыртқа, 100 г май, 500 г фарш, 1 дана болгар бұрышы, 1 жуа, 1 чеснок, үлкен болғасын біреуін алдым, және де 1 ас қасық картофельный крахмал, және тұз, және картошкаға арналған приправа керек. Ең алдымен картошкамызды суға салып, тұзын сеуіп, және де картошкаға арналған приправаны сеуіп, жұмсарғанша қайнатып пісіріп аламыз. Біздің картошкамыз піскенше салмасын дайындаймыз. Қазанымызға майымызды құйып, жуамызды ұсақтап турап, жақсылап жуамыз сарғайғанша қуырып аламыз. Оған чесногымызды турап ұсақтап, болгар бұрышымызды ұсақтап турап, фаршымызды салып қуырып аламыз жақсылап. Салмамыз піскен соң бөтен ыдысқа салып, салқындатып қоямыз. Мінекей картошкамыз пісті біздің. Оған майымызды салып, жақсылап тұрып езіп аламыз. Енді осыған 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де картофельный крахмалды саламыз. Картошкаға арналған приправаны саламыз. Мінекей менде осындай. Мына ыдысқа салып алдым. Осыны сеуіп, жақсылап тұрып бәрі араласқанша араластырып аламыз, езіп. Көлем сезімде сен бітпейсің жанымда. Жұбарысың мен алсыз, ішінен табар, үшін жаралған. Мінекей бізге кондитерский мешок керек, және насадка керек. Қазір осыған картошкамызды саламыз жақсылап. Мінекей мен тағы үстіне 1 кондитерский мешок салдым. Қазір егер картошкамыз бітіп қалған жағдайда басқасына салып, тағы алмастыра қоямыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, картошкамызды түбінен бастап корзинке қылып, насадкамен түсіріп аламыз. Ортасына салмасын салатындай корзинке қылып түсіреміз осылай. Салмасын салып алдық.
осылайна салып аламыз. Енді 180 градус духовкамызға салып пісіріп аламыз. Мінекей пісті. Піскен соң ірімшігімізді салып, үстіне сеуіп, әдемілеп духовкаға 5-10 минутқа салып, 5-10 минутқа салып аламыз да ірімшігіміз еру үшін. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Өте оңай әрі тез дайындалды. Ас болсын баршаңызға. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.